Сәлем, бүгінгі тақырып ауыздағы астың қорытылуы. Ас қорытылу ауыздан басталады. Ауызға келіп түскен тағам 15-30 секундтай ауыз қуысында кідіреді. Осы уақыттың аралығында ас шайналып, ұсақталып, сілекеймен шыланып жұмсарады. Астың дәмі, физикалық қасиеттері туралы мағлұмат алынады. Ұсақталған ас кесегі сілекейге шалынып, шырышпен қапталып, тілдің түбіріне қарай жылжиды да, одан әрі жұтқыншаққа жетіп жұтылады. Ас кесегін асықпай шайнау, оны әбден жұмсарту тағамның асқазанда одан әрі қорытылуын жеңілдетеді. Шайнау шартты, шартсыз рефлекстер арқылы жүзеге асады. Ауызға түскен тамақты шайнауға жақ еттермен қатар тіл, бет еттері де қатысады. Ауыз қуысында шайналып ұсақталған ас өз еркімен жұтуға даярланады. Яғни ас кесегі шайналып бапталған соң тілдің және ұрт еттерінің итермелеуімен тілдің үстіне қарай жылжытылады. Одан әрі тілдің түбірі көтеріліп, ас кесегін таңдайға тақап қысады да, таңдай доғасына, содан соң жұтқыншаққа қарай ығысады. Жалпы ауыз қуысында ас қорытылу механизмі осылайша жүзеге асады.